Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ең оңай жасалатын бөректің рецебін көрсетемін. Ең алдымен лавашымызды алып, ұзынша қылдырып турап аламыз да, одан кейін ортасынан бөліп турап шығамыз. Тура видеода көрсетілгендей турап шығасыздар. Енді осы лаваштың тура ортасынан үшбұрышты қылдырып турап шығасыздар. Тура осылай әр лавашымызды турап дайындап аламыз. Ірімшігімізді ұзынша қылдырып дайындап турап аламыз. Енді үшбұрышты лавашымыздың ішіне осылай салып, видеодағыдай орап, шеткі жағына кішкене суды жағып жіберіп жабыстырсаңыздар болады. Қалған лаваштарымыздан да бөректердің барлығын осылай жасап шығамыз. Ендігі кезекте төртбұрышты, егер лаваштарыңыз осылай төртбұрышты жасағыларыңыз келсе, екінші әдісі осылай жасасаңыздар болады. Шет жағына қайтадан суды жағып, жабыстырып шығамыз. Табаға майымызды құйып, көп құймаймыз, аздап май құямыз да, қызарғанша екі жағынан қуырып аламыз. Екі жағын аудара отырып, күйдіріп алмай, сарғайғанша қуырып аласыздар да, үстелге ұсына берсеңіздер болады. Осылайша барлық бөректерімізді пісіріп аламыз да, таңғы асқа немесе тіске басарға жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеом ұнап жатса, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басып,
арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.